Мемлекет басшысының Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік деп аталатын халыққа арнаған жолдауы бүгін облыс активі талқылаған басты тақырыпқа айналды. Жолдау 5 басымдықтан тұрады. Оның экономикалық жеңілдетілген технологиялық жаңғыртылуына арналған бірінші басымдығының өзі ауқымды 3 кешенді міндеттен тұрады. Ал бизнес ортаны түбегейлі жақсарту және кеңейтуге арналған жолдаудың екінші басымдығына тұтас 5 бөлік арналған. Онда діттеген мақсатқа жетудің жолдары егжей-тегжейлі көрсетілген. Енді үшінші басымдыққа келер болсақ, ол макроэкономикалық тұрақтылық деп аталады. 3 бөліктен тұратын үшінші басымдықты жүзеге асыру үшін 3 негізгі бағыт белгіленген. Келесі 4-ші басымдық адами капитал сапасын жақсартуға негізделген. Ол да нақты 3 бөлімді құрайды. Ал жолдаудың 5-ші басымдығы институционалдық өзгерістерге, қауіпсіздікке және сыбайлас жемқорлықпен күреске қатысты. 4 бөліктен тұратын міндеттемелерде мақсатқа жетудің нақты жолдары көрсетілген. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев елбасының елге үндеген жолдауының 5 басымдығының әрқайсысына жете тоқталды. Маңызды құжат жүктейтін міндеттерді жүзеге асыру негізгі тапсырма. Қазіргі заманның талабына сай бәсекелестікке дайын, қазіргі замандағы болып отқан жаңалықтарға, өзгерістерге, дамуларға сәйкес келетін экономиканы дамыту. Ең негізгісі тезірек біздің экономикамызға жаңалықтарды, инновацияны, технологияны енгізіп, тезірек дамыған 30 елдердің қатарына қосылуымыз керек.